Абылай Қалдарбек YouTube каналының оқырмандары, бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз өте маңызды және сіздерге қызықты болады. Оған мен уәде беремін. Ал бірінші кезекте сіз лайк басып, міндетті түрде бұл каналға тіркеліп, төменде егер пікіріңіз болса, комментарийге қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазіргі таңда балалардың арасында балалардың церебралды салдануы, яғни кеңінен таралған ұғыммен айтатын болсақ, балалардағы ДЦП, детский церебральный паралич, салдану, дамуынан артта қалу, психомоторлы дамуының шектелуі, тежелуі, неврологический диагнозбен бізде учетта тұратын невропатологтың есігін тоздырып жүрген, реабилитациядан реабилитацияға баласын сүйреп жүрген ана да көп, дәл сондай бала да көп. Ал енді мен сіздерге бір нәрсені айтайын, балалардағы кез келген неврологиялық симптоматика, кез келген неврологиялық ақау, дерт бізде белгілі бір инфекцияның әсерінен шығады. Мен инфекционист ретінде сізге бүгін соның сырын ашуға тырысамын. Және де видеоны бастан аяқ көріңіздер. Себебі бүгінгі видео сіздің егер сондай ерекше балаңыз бар болса, соның ары қарай дамуын, ары қарай жетілуіне бір қадам болсын үлесін қосады деген сенімдеміз. Себебі неге бұндай видеоды түсіріп отырмыз? Қазіргі уақытта көп аналар ДЦП баласын реабилитацияға апарып жатыр, невропатологқа апарып жатыр. Ол жағының барлығының лечениесі күшті, керемет, 5-ке 5, бірақ оны шақырған негізгі симптомды анықтамай, былайша айтқанда баланың организмінде внутриутробный инфекцияның әлі де активный сатысы жүріп жатады да, неврологиялық алған емнің нәтижесі былайша айтқанда көңіл көншітетіндей болмай жатады. Енді сол себепті мен сіздерге айтайын, кез келген неврология белгілі инфекцияның фонында дамиды дедік. Себебі неврологический балалардың бәрі білесіздер, туыла салып баланың ағзасына ағыл болады. Яғни баланың ағзасына дұрыс емес процесс орын алады, баланың дамуы артта қалады, және де жалпы шектеліп жатады бала. Ендігі кезекте сіздерге айтайын, реабилитациямен қатар сіздер нені анықтауыңыз керек, соны сіздерге бірінші түсіндіріп алайық. Белгілі инфекциялар деп жатқанымыз жатыр ішілік инфекциялар, яғни внутриутробный инфекция. Оның ішіне бізде торч инфекциялар, яғни токсоплазмоз, краснуха, одан кейін жаңағы біздегі цитомегаловирусный инфекция, Эпштейн-Бара, және де вирус простого герпеса. Осы инфекциялар өз кезегінде жатыр ішінде бала внутриутробно дамып жатқанда орталық жүйке жүйесінің қалыптасуына өз орасан зиянын тигізіп жатады. Получается, бала миы толық дамымай туылады да, соның әсерінен балаларда яғни ДЦП-ның белгілері пайда бола бастайды. Ал ол өз кезегінде былайша айтқанда ұзақ уақытқа дейін ата-анасына да стресс, және баланың өміріне де айтарлықтай қолайсыз жағдай. Енді сіздер егер балаңыз ДЦП-мен ауырса, немесе де дамуында артта қалып жатса, өз кезегінде сіздер келесі анализдер тапсырып шығыңыздар. Бұл анализді тапсыру арқылы сіз ағзаңызда инфекция балада активный фазада ма, бар ма, жоқ па, және де оны емдеу қажет па, емдеу қажет емес па, сол туралы білетін боласыздар. Бірінші кезекте цитомегаловирусный инфекцияға тапсырасыз, иммуноглобулин М, иммуноглобулин G, авидность және де ПЦР цитомегаловирусқа тапсырасыздар. Токсоплазмоздың ИФА методы арқылы иммуноглобулин МГ-ге тапсырасыздар. Вирус простого герпеса бірінші, екінші тип бізде анықтайтынымыз. Және де Эпштейн-Бараның капсидный ядерный ранний антитела. Бұл антителаның үшеуінде тапсыру керек болады, және де сіздер краснухаға тапсыруларыңыз керек. Себебі жүктілік кезінде бірінші триместрде анасында краснуха переносить ететін болса, немесе антитела жоғары деңгейде болып балаға берілетін болса, ол да өз кезегінде орталық жүйке жүйесінің артта қалуын, тежелуіне алып келуі мүмкін. Енді бүгінгі видеода сіздерге ең маңызды нәрсе деп жатқанымыз, егер сіздер осы аталған инфекциялардан толыққанды ем алмайтын болсаңыз, және баланың ағзасында осы инфекциялар сізде активный фазада болып жатса, оны емдемейінше сіздердің реабилитацияларыңыз, және де невропатологтан алып жатқан еміңіз бен кеңесіңіздің нәтижесі өте баяу болады. Өз кезегінде сіздер осы инфекцияны анықтау арқылы, оның емін толыққанды жүргізу арқылы, былайша айтқанда вирустың репликациясын, яғни көбеюін, және де белсенді сатысын тоқтату арқылы неврологиялық симптоматикадан арылуға бір қадам жақын боласыздар. Енді көп жағдайда бұған дейін де қазір медицина бізде дамып жатыр ғой, түрлі нәрсенің себептерін, белгілерін анықтап жатырмыз. Ары қарай да медицина даму үстінде күннен күнге. Күндер туады, когда ДЦП-дан толыққанды айығуға болады. Күндер туады, когда ДЦП деген нәрсе қатты бір қорқынышты емес нәрсе, және толыққанды емі пайда болатын күнге де Құдай қаласа біз жететін боламыз. Ал қазіргі уақытта сіздерге мен дәрігер ретінде, инфекционист ретінде өзімнің тәжірибемнен айтатын және өзімнің
көрген бір-екі случайыма сүйене отырып айтатын нәрсе, егер сіздер жаңа жоғарыда аталған инфекцияларды анықтап оны емдейтін болсаңыз, сізде результатқа ертерек жетуге мүмкіндік болады. Сол себепті егер сіздің балаңызда жаңағы ДЦП, ЗПР дейміз, задержка психомоторного развития, задержка речевого развития, баланың сөйлеуі кеш немесе жүруі кеш, дамуы кеш артта қалып жатса, сіз жаңағы инфекцияларға тапсырсаңыздар болады, және оның расшифровкасына және еміне бізге консультацияға жүгінуіңізге мүмкіншілігіңіз бар. Біз мүмкіндігінше сіздерге қолайлы жағдай және де түсіндірме жұмыстарын алдағы уақыттағы осы патологияның емін толыққанды жазып береміз, және де балаңыздың емделуіне мүмкіндігінше қолдан келгенше жағдай жасап береміз. Цитомегаловирусты өз кезегінде емдеу қиынға соғады. Ол 5 күн, 10 күн, 1 айдың көлемінде толыққанды емдеп жазып тастайтын нәрсе емес. Определенный уақыт керек, бәлкім бірнеше ай, бәлкім жыл. Себебі сіздің балаңыздың орталық жүйке жүйесін құртқан және өзінің ізін қалдырған, процесс қалдырған инфекцияны репликациясын тоқтату сізде біріншіден қымбатқа түседі, екіншіден ұзақ уақытты талап етеді. Әрине, жаңағы ерекше баласы бар және шектеулі балалар бар, аналар оны түсінеді және олардың төзімі жетеді деген сенімдеміз. Себебі сіздер білесіздер, біз қазір айтып жатқан белгі себептердің барлығымен бірнеше жылдап айналысуға тура келеді. Себебі бұл сізде тұмау емес, бұл сізде қарапайым суық тиіп қалды немесе іші өтіп кетті деген симптоматиканың категориясына жатпайтын аурулар. Бұл қиын тет, бұл ауыр, келісу ойын, бірақ придется сол нәрсемен бірге ары қарай күресуге. Сол себепті ешқашан үміттеріңізді үзбеңіздер, консультацияға келіңіздер, көрейік, балаңызды ары қарай зерттейік. Мүмкіндігінше қолымыздан келгенше жоғары деңгейде балаңызға біз дұрыс емді жасауға мүмкіндігіміз жасаймыз. Мен сіздерге осы видео соңында Абылмет медицина орталығын ұсынғым келеді. Мен өзім инфекционист дәрігер ретінде сол жерде қабылдау жүргізіп, балаңызға қажетті емді, қажетті дәрі-дәрмекті, ем-домның барлығын балалар егу бөлмесінде бізде жұмыс жасайды. Сол жерде толыққанды алуға мүмкіншіліктеріңіз бар. Және айта кететін нәрсе, мен әрдайым айтып отырмын, бізде жалпы әр видеоның соңында белгілі бір сұрақ қоямыз деп келіскенбіз. Сол сұрақтың дұрыс жауабын комментарийге жазу арқылы консультацияны сіз тегін ала аласыз, яғни ешқандай төлем жасамайсыз. Өзіңізге ыңғайлы уақытта, ыңғайлы график арқылы өзіңіз келіп, балаңызды толыққанды зерттеуден біздің клиникамызда өткізуге мүмкіншілігіңіз бар. Енді бүгінгі видеоның соңындағы біздің сұрағымыз цитомегаловирусты инфекцияны анықтау үшін тапсыратын 3 анализ. Дұрыс расшифровкасымен әдемілеп комментарийге жазып кетіңіздер. Әрине, бұл сұрақтың жауабы қиын емес. Видеоның барысында бастан аяқ көріп шықсаңыздар, белгілі бір бөлігінде, белгілі бір секунд, минуттарда айтқанбыз. Соны тек қана комментарийге жазу керек, және бірінші болып жазу керек. Біз сіздің балаңызды емдеуге барымыз салатын боламыз. Лайк басыңыз, каналға тіркеліңіз, және де осындай балалары, ерекше балалар деп айтамыз. Осындай баласы бар, және де осындай нәрсені бастан кешіріп жатқан танысыңыз, жанашырыңыз болса, міндетті түрде видеоны жіберіп қойыңыз. Бәлкім сіз ортадағы дәнекер болып өз пайдаңызды тигізерсіз.